Барлықтарына сәлем достар. Мен бүгінгі видеома қош келдіңіздер. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, менде бүгін жаңа видео, яғни сериал емес. Қазір менің видеом тақырыбым, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен қазір сіздермен бірге головоломка мультфильмдерінің персонаждарын жасайтын боламын. Яғни қазақша айтқанда, ой жұмбақ мультсегінің кейіпкерлерін сіздермен бірге жасап көретін боламыз. Яғни көбілеріңіз білетін шығарсыздар, білмейтіндеріңізге қазір сізге осылай видео арқылы кеңес беремін көруге. Негізі өте жақсы мультик. Бұл мультикте 9 кейіпкер ойнайды, и бұл 9 кейіпкерді әртүрлі образдармен, көңіл күйлермен, эмоциялармен яғни ойнап бізге көрсететін болады. Мен қазір ең біріншіден бірге радость кейіпкерін жасайтын боламын, яғни ол қыз. Яғни радость қазақша айтқанда қуаныш дегенді білдіреді. Яғни ол қыз үнемі күніне тіпті минутына дейін кәдімгідей қуанып, күліп жүреді. Яғни сондай көңіл күйі қуанышты болып жүреді. Қазір бірге давайте сол қыз жасап көретін боламыз. Мына жерде оның суреті қыстырылып кетеді. Міндетті түрде қарап кетіңіздер. Ал давайте сіздерге приятного просмотра. Ал ендеше кеттік. Мен қазір радость кейіпкерін жасап болдым. Қалай ойлайсыздар, ұқсады ма? Негізі кейбірлерінің көйлектері, киімдері ұқсамауы мүмкін. Себебі енді бұл тока-бока ойны болғаннан кейін болмауы мүмкін шығар деп ойладым. Енді ұқсатқанша ұқсаттым. И давайте комментарий айтып кетуді ұмытпаңыздар, ұқсады немесе ұқсамады деп. Ал енді екінші кейіпкерімізді жасайық, кеттік. Екінші кейіпкерді жасайтын боламын. Яғни бұл бізде екінші кейіпкер Печаль. Яғни бұл кейіпкер үнемі мұңайып жүреді, жылап жүреді, ренжулі. Сондай ешкіммен сөйлескісі келмейді. Яғни былайша айтқанда мұңайып, ренжіп жүретін кейіпкерді айтсам болады. Қазір соны давайте бірге жасаймыз. Міне көріп тұрғаныңыздай мен Печаль кейіпкерін жасадым. Ал давайте енді үшінші кейіпкерімізді жасайық, кеттік. Достар, мен енді үшінші кейіпкер жасайын деп жатырмын. Бұл үшінші кейіпкердің аты брезгливость деп аталады. Яғни бұл кейіпкерді көріп тұрғаныңыздай жасыл түсті. Яғни бұл кейіпкер барлығына жиіркеніп қарай береді. Бүкіл затқа, адамдарға солай жиіркенішті болып қарап жүреді. Яғни брезгливость деп аталады. Ал давайте енді сол кейіпкер жасаймыз, кеттік. Мен брезгливость кейіпкерін жасап болдым. Яғни жиіркенішті қылып, жап-жасыл қылып, қалай ұқсады ма? Сіздерге бір айта кететін жағдай, бұлардың яғни терілері, беттері, аяқтары, қолдары барлығы өзгермейді, осылай аппақ қылып қойдым. Негізі егер басқа да түстер болатын болса, қараңыздар, мына жерде семесеңіздер, қоңыр, кілет, ақ түстер, кәдімгі адам түсі сияқты сондай түстер, жасыл, көк деген түстер жоқ. Егер сондай болатын болса, қоятын едім. Ал былай басқа бір көйлектеріне, шаштарына, қастарына, мұрындарына қарай берсеңіздер болады. И вот енді давайте келесі кейіпкерімізді жасайық. Енді мен қазір сіздермен бірге Хандра кейіпкерін жасайтын боламын, яғни аты Хандра. Ал бұның көңіл күйі, яғни үнемі бұл қыз іші пысып жүреді. Яғни скучность емот, барлығы бұл үшін қызықсыз. Сондықтан міндетті түрде қасына өзінің жеке бір телефонын алып, сонда қарап жүреді. Яғни бұның түсі күлгін. Ал давайте енді бірге жасаймыз. Осындай кейіпкерін жасадым. Міне осындай. Бұл енді қазір қолымнан телефонымды ұстатайын десем барып келуде бір уақыт болады. Сондықтан тек осы кейіпкер жасадым. Қалай сіздерге ұнап тұр ма? Ал енді давайте келесі кейіпкерімізді жасайық. Кеттік. Достар, осы кейіпкер жасайтын боламын. Яғни бұл кейіпкер бізде ұл, наконец-то деп па. Яғни бұл кейіпкер үнемі ашулы күйде болып жүреді. Үнемі ашуланып жүреді. Қазір давайте бірге жасаймыз. И ендеше кеттік. Айтпақшы достар, бұның аты бізде гнев деп аталады. Кеттік. Міне енді біз гневті де аяқтап қалдық. Айтпақшы достар, гневтің бізде шашы жоқ екен. И енді байқадым.
бірақ енді бүдір-бүдірлері бар екен, сондықтан осылай істей салдым. Қалай ұқсап тұр ма? Достар, қасын істеп жіберейік. Вот, достар, міне бізде енді гнев осындай ұлымыз дайын. Енді келесі кейіпкерге өтейік. Біздің келесі кейіпкеріміз тревожностьта ойнайды, яғни эмоциясы. Яғни бұл кейіпкер мазасыздық, үнемі отырмайды бір орында, яғни мазасыздық бір әсер қызығып жүреді. Үшін бір орында отырмайды, барлығына қызығып сөйтіп тамсанып қарап жүретін адам. Мазасыздық дейді ғой, яғни бір орында отыра алмайтын адам ғой. Барлығын көргісі келеді, жыбырлап жүре беретін адамдар айтады. И бұның түсі бізде морковный, оранжевый. Ал давайте енді бұл кейіпкерді жасаймыз. Кеттік. Мен пайызым аз болып жатыр. Білем киімдері кейбіреуіне ұқсамай қалады. Мына жеріне тек сүңгісі ұқсамай тұрған сияқты, үстіндегі киім ұқсайды, бірақ асты кішкене қоңырлау болу керек. Енді әрең дегенде таппай қойдым. Бұған енді бір 10 минуттай уақытым кеткен шығар, яғни ұзақ таңдадым. Бұл кішкене қиынға соқты. Маған бұл кейіпкерлерден кішкене оңай болған, қазіргі таңда гнев болып тұр. Ал достар, давайте енді келесі кейіпкерімізді жасайық. Давайте енді кері жалғастырамыз. Келесі кейіпкер бізде стыд деп аталады аты. Яғни бұл кейіпкер өте ұялшақ болып келеді, яғни барлығына ұялып жүреді. Сондықтан ғой бұл қыз капюшонын киіп алатыны. И бұның түсі бізде розовый, шашы и терісі, в общем, бәрі. Мен терісін енді істей алмаймын, тек шашын, киімдерін істеп көретін боламын. Ал енді ендеше бірге істейік, кеттік. Кейіпкер іздеп болдым. Почти ұқсаған шығар, енді розовый қылдым. Енді андай капюшонның не жоқ екен, сондықтан осылай істедім. В общем, ал давайте енді келесі кейіпкер. Достар, біздің келесі кейіпкеріміздің аты страх деп аталады. Яғни бұл кейіпкер бізде барлығынан қорқып жүреді. Яғни іштей сезімі қорқыныш, яғни қорқыныш сезімі бар десек те болады. Қазір давайте осыны жасап көреміз. Бұның түсі тоже фиолетовый, яғни күлгін түстес. Ал давайте енді бірге жасайық. Мен қазір страх кейіпкер жасадым. Енді кішкене ұқсамаған жерлері бар. Енді ең соңғы кейіпкер жасайтын боламын. Ал достар, біздің келесі кейіпкеріміздің аты зависть деп аталады. Яғни бұл кейіпкер былайша айтқанда оның эмоциясы, көңіл күйі басқа адамдарды көре алмайды, яғни ішінде көре алмаушылық сезімі бар десем де болады. Өзі кішкентай болса да сондай ішінде көре алмаушылық сезімі бар. И вот бұл осы 9 кейіпкердің ішінде ең кішкентай болып осы зависть болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай оның түсі көк. И қазір біз оны ең алдымен осылай кішірейтіп аламыз. Сосын ары қарай өздеріңіз тамашалай беріңіздер. Білесіздер, терісін жасай алмаймын, айтып кеткендей. Енді киімін де таба алмадым дұрыс, кішкене ұқсамады. Сондықтан ол үшін айып етпеңіздер. Ал қалған жерлерін жасауға тырыстым. Сондықтан мен осылай зависть кейіпкерін жасап болдым. Достар, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі видео мен сіздерге ұнады ма? Егер де ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. И тездетіп 500 подписчикке жеткізіп тастайық. Бүгін біз, білесіздер, головоломка мультфильм жасадық. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ал давайте кездескенше.